Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, білімді де білгір шәкірт тәрбиелеуде ұстаздардың алатын орны ерекше. Әр баланың ата-анасынан кейінгі ақылшысы, сенімді тәрбиешісі әрине ол ұстаз. Мұғалім әрбір оқушысын білімдерімен сусындатып қана қоймай, олардың бойына мейірімділікті, парасаттылықты, үлкенге құрмет көрсетуді және де көптеген тамаша қасиеттерді бойына дарытады. Заман талабына сай, ақпараттық технологиялардың дамыған заманында оқушыларымыздың санасына осы ақпараттық технологиялармен қатар рухани құндылықтарды да бірге дарытып отырса, онда біздің шәкірттеріміз өмірден адаспай, түзу жолмен жүріп, өз орындарын табады деген сенімдемін. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер ол қазіргі оқушылар деген. Ал мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде дамиды деген. Ендеше мұғалім қазіргі ұстаздарымызға артылар жүктер ауыр. Ал енді өзімнің еңбек жолыма келетін болсам, қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол еңбек жолында менің өмірлік ұстанымым ол әрқашан шығармашылық ізденісте болу, ой қозғалысында болу. Мұндай ұстаным мұғалімде болмаса, ол жай мұғалім атын жамылып жүргендер деп едім. Ал осы ұстаздардың ішінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің жаңағы орны ерекше. Өйткені болашақ ұрпаққа қазақ тілін мемлекеттік тілде үйрету және олардың бойына рухани құндылықтарды дамыту осы тікелей қазақ тілі мамандарына жүктеледі. Енді өзім білім мен тәрбиені қатар бере отырып оқушыларыма, шәкірттеріме талаптарына нұр жауса екен деймін. Оларға мен үнемі өнерлерің өрге жүзсін, талаптарыңа нұр жаусын деген сияқты қанатты сөздермен оларды үнемі қанаттандырып отырамын. Ал енді осы қиын мамандық, яғни ұстаздықты таңдап, еңбек жолына жаңа араласқан жас мамандарға тілерім. Мұғалімнің мұғалімге керек тек қана екі-ақ нәрсе. Оның бірі ол терең білім, ал екіншісі ол үлкен жүрек дедім. Ендеше осы үлкен жүрегімізден шәкірттерімізге деген махаббатты аямай еңбек ететін болсақ, онда біз нәтижесін көретінімізге сенімдімін. Сделать выбор моей профессии помогли мои родители, так как для них учитель означало самое прекрасное и достойное слово. И я воплотила их мечту в жизнь. Да, учитель очень сложная и ответственная профессия, так как требует от нас больших душевных и эмоциональных затрат. Но когда после каждого урока ты слышишь от детей «Спасибо вам, учитель», то в очередной раз уверяешься, что все твои старания и труды были не зря. Работая с детьми, не устаю в их души вкладывать частичку своей души, так как от нашего воспитания, нашего понимания и от того, какие знания и ценности вложим мы в них, зависит их будущее, насколько они преуспеют в жизни и какими они вырастут. В следующих строчках пусть будет меньше праздников, чем будней, но тот, кто стал учителем, поймет, какое счастье быть полезным людям, учить его величество народ. Я думаю, заключено основное значение профессии учителя. Құлақ көрсең, көзін аш деген. Әлемде қандай мамандық болмасын, ұстаздың алдынан өтпей, биік белестерді бағындыруы мүмкін емес. Мейлі президент, мейлі министр, мейлі дәрігер, ғалымдар да барлығы дерлік осы ұстаздың білімі мен тәрбиесінен өткендер. Сол себепті мен де ұстаздық жолын таңдадым. Өзімнің бойымдағы барлық қабілетімді, өзім сияқты ізденіс үстіндегі жастармен бөлісіп, оларды білімдерімен сусындатқым келді. Математика мамандығы күрделі болғанымен қызықты әрі қажетті мамандық. Қазіргідей ғарыштап дамып жатқан заманымызда әрбір уақытымыз, әрбір қозғалысымыз есеп бола бастағанын байқаймыз. Осы математика пәні арқылы қазіргі заман талабына сай ойы жүйрік жастарға өз білімімді беріп, оларға қол ұшын созғым келді.
Почему я выбрала профессию учитель физической культуры? Если немного оглянуться и вспомнить прошлое, я могу с гордостью заявить, что это был мой выбор. И выбор был не случайный. Еще сама, будучи ученицей средней школы номер 1, уроки физической культуры были моими самыми любимыми. Ни одно занятие не прошло без моего присутствия. Оглядываясь назад, понимаешь, что выбор в пользу профессии учителя по физической культуре сделала довольно осознанно. Это выбор не в пользу больших денег или престижной профессии. Это прежде всего выбор зов твоего сердца. А это под силу не каждому и, по-моему, заслуживает уважения. Помимо уроков в школе я посещала секцию по волейболу. Скажу честно, цели мастером спорта я никогда для себя не ставила. Это было, скорее всего, мое хобби, где можно было отдохнуть душой. Даже после школьной скамьи я не оставила свое самое главное увлечение спорт. Отдала документы в техникум, а затем я закончила институт физической культуры и уже много лет работаю учителем физкультуры и тренером по волейболу. Могу сказать, положа руку на сердце, действительно довольна, что судьба сложилась именно так. Обучая детей, это в первую очередь большой труд, требующий немало усилий. Тут главное не опустить руки и не сломаться, ровно как и в спорте. Именно поэтому на своих занятиях я пытаюсь общаться с детьми на равных. Ведь залог здоровья, физическое развитие закладывается именно со школьной скамьи. Если сказать словами с латинского языка, что такое школа, это скали, это лестница, по которой мы идем, начиная с первых шагов жизни. Считаю себя современным педагогом, а поэтому не вижу свою жизнь, дальнейшую карьеру без постоянного совершенствования. Ведь для своих учеников я должна быть всегда хорошим примером. Преподаватель, который ввиду нехватки времени или сил, или по каким-то другим причинам перестает работать над собой, теряет интерес у своих воспитанников. Всегда стараюсь придерживаться одного мудрого высказывания, что учитель до тех пор учит детей, пока учится сам. Мне бы искренне хотелось, чтобы будущее поколение было физически крепким, развитым, ведущим активный образ жизни. На благо этому я работаю сейчас. И если это сбудется, я стану по-настоящему счастливым человеком, что в этом во всем заложена частичка моего труда. С выбором профессии я еще определилась с самого раннего детства. Я еще, видя мои способности, моя бабушка всегда говорила: ты у нас будешь учительницей, потому что мне всегда хотелось то, чему я знаю сама, мне всегда хотелось научить кого-нибудь другого. А я сейчас проработала уже много лет, более 40 лет учителем начальных классов. Вот здесь мне пригодились те знания, которые я всегда получала. Ведь учитель всегда, всю жизнь он учится, постигает что-то новое. А учителя начальных классов вообще должен быть учитель многогранный, потому что тут здесь нужно знать и русский язык, и математику, и естественные науки. Поэтому мне всегда хотелось до детей своих донести то, что самое главное в жизни – это учеба, что тот, кто грамотный, тот, кто много знает, тот многое добьется в жизни. Why did I become a teacher? That's a big question. Do you know, if we look back, we still remember the moments when we felt happy or when we felt sad. I still remember my first teacher. On her lessons, I felt myself very special because her lessons were something different. She taught me to fly. And when I became adult, I was sure of my future profession. I also wanted to inspire people. To be a teacher is a big gift. Live and learn. Try to inspire others.
Мамандық әрбір адамның болашағы. Менің мамандығым мұғалім. Осы бір қызығы мен қиындығы қатар жүретін мамандықты таңдауда қателеспедім деп ойлаймын. Ұстаз ол жай ғана мамандық иесі емес, ол адал, әділетті, бойына бар жақсылықты сіңірген, өз білетінін басқаға сарқытып беретін мейірімді жан. Осы мамандықты таңдау себебім балаға білім беруді жаным қалайды, және де өз білгенімді басқаға үйрету мен үшін үлкен қуаныш. Менің мұғалім болуыма себепкер болған, мен үшін үлгі тұтатын жан, ол менің анам, және де мектеп қабырғасындағы аянбай еңбек еткен ұстаздарым. Сол үшін де ұстаздар менің өмірімдегі ең ірі тұлғалардың бірі. Здравствуйте! Школа – это удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это полоса чего-то нового, таинственного, интересного. В школе нет времени скучать. Школа – это место, где всегда нужно торопиться, спешить стать интересным для окружающих тебя людей, дарить окружающим свою энергию, знания и умения. Звенит звонок, класс замер в ожидании, учитель, дети – все в этой паре слов. Я говорю им: «Здравствуйте, внимание!» и начинается урок. Вот уже более 30 лет я работаю учителем. В моем понимании учитель – это человек, который находится в поиске. Приходя на урок, да и просто общаясь с детьми, я раскрываю им свое мировоззрение, свою систему ценностей. Какие же ценности я применяю в своей работе? Во-первых, это честность и искренность. Во-вторых, истина, доброта, свобода, любовь. Третье – умение увлечь учеников своим предметом. Четвертое – сотрудничество. Учитель должен в учениках видеть собеседников. Пятая ценность – это уважение. Мир община судьбу, и если избрала эту стезю, то прими и полюби детей всем сердцем, поверь в них, растворись в них, потому что призвание мое – нести любовь и радость. Мен ұстазбын, және мұны мақтанышпен айта аламын. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін ұстаз алдынан өтеді. Мектептің беделді, шәкірттің білімді болмағы. Болашақта осы алған білімін өз өмірінде және қоғам игілігіне жұмсай алатын азамат болып шығуына өз үлесімді қоса алатындығымды мақтан етемін. Мен ұстазбын. Мен мұны мақтанышпен айта аламын. Ұстаздық мамандығы ең көне және киелі мамандық. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін ұстаздың алдынан өтеді. Осы саналы ғұмырда адам баласы өмірге керекті адами асыл қасиеттерді ұстаздың бойынан іздейді. Ұстаз ол жай ғана мамандық иесі емес, ол адал, әділетті, өз бойына бар жақсылықты жиған, өз білгенін басқаға сарқып беретін мейірімді жан. Және де мен осы мұғалім мамандығын таңдағанына өкінбеймін және мақтанышпен айта аламын.